Барлықтарыңызға сәлем достар, мен есім Аяулым, сіздермен бірге қазақша есімім. Бүгін сіздермен фриланс дегеніміз не және де оған қалай шығамыз, осы сұраққа жауап беретін боламыз. Фриланс дегеніміз ол қашықтықта жұмыс жасау. Яғни сіз әлемнің кез келген жерінде қолыңызда ноутбук немесе компьютер, телефон және де ғаламторға доступ болатын болса, сіз онда фриланс болып жұмыс жасай аласыз. Ең бірінші фрилансер болып жұмыс жасау үшін сізге сала таңдау керек, яғни ниша. Фриланстарға арналған нишалар өте көп. Мына жақта тізімін көрсететін боламын. Нишаны дұрыс таңдасаңыз, сіз өзіңіздің жұмысыңызды науда өсе жасайтын боласыз. Менің нишам SMM. Мен осыдан 3 жыл бұрын SMM-ға келген кезде ниша деген сөз болған жоқ негізі. Әрине болды, веб-программистер, дизайнерлер, бірақ қазір нишаның саласы өте үлкейді. Сондықтан да өзіңізге ұнайтын нишаны таңдаңыз, және де сол арқылы фрилансқа шығу уже бір қадамы жасалады. Әрине сіз ойлауыңыз мүмкін, сіздің нишаңызда конкуренция көп деп күмәндануыңыз мүмкін. Бірақ бәлкім сіз таргетинг таңдасаңыз, таргетологтар өте көп болуы мүмкін. Бірақ нағыз мамандарға сұраныс өте үлкен. Нағыз мамандар өте аз, жауапкершілікпен қарайтын мамандар өте аз, сондықтан да сіз қандай нишаны таңдамасаңыз да, ол нишада үздік болуға мүмкіндігіңіз бар. Келесі қадам, сіз ниша таңдап болғаннан кейін обучениеден өтуіңіз керек. Обучение әрине платный және де бесплатный, ақысыз түрде өте аласыз. Мен өзім ешқандай обучение өткен жоқ, өткені менде 3 жыл бұрын бірінші курста платный обучениялар өте аз болды. Болған күннің өзінде де өте үлкен соммадағы курстар болды. Ол кезде мен студентпін, бірінші курс, ешқандай табыс көзім жоқ. Сондықтан да мен интернеттен тегін ақпараттарды алу арқылы бұл саланы зерттей бастадым. Солай жұмыс істеп бастадым, және де қазіргі таңда SMM саласында 3 жыл болды жүргеніме, фрилансқа шыққаныма жақында 7 айдың көлемі болады. Осы уақытқа дейін 2,5 жылдай мен штаттық режимде жұмыс жасадым. Сондықтан да штаттық режимде жұмыс жасаудың да, фриланстың да кемшілік тұстарын, жақсы тұстарын барлығын білемін. Және де обучениеден өткілеріңіз келсе, мен айтатын едім, сізде үлкен уақыт болатын болса, уақытыңыз көп болатын болса, сіз студент немесе оқушы болатын болсаңыз, онда тегін бесплатный, яғни ақпараттармен қолданып үйреніп алсаңыз болады. Бірақ оған көп уақыт кетуі мүмкін. Мысалы, сіз SMM жайлы, фриланс жайлы ешқандай түсінігіңіз жоқ, бірақ әлеуметтік желіде, менің каналдарым немесе басқа әлеуметтік желілерде эксперттердің тегін ақпараттары арқылы оларды оқып, оны практикада қолданып, солай ұзақ мерзімде SMM-ді толық үйреніп шықсаңыз болады. Бірақ мен айтар едім, егер де сіздің уақытыңыз тығыз болса, және де сіз бірден SMM-ді толық үйреніп шығып, бірден табысқа шығатын ниетіңіз бар болатын болса, әрине курс және де эксперттердің менторстволарынан өту керексіз. Мысалы, менде курс жоқ, әзіргі уақытта менде тек менторствода мен оқушылармен тікелей жұмыс істей отырып, SMM-ді өзімнің 3 жыл бұрын бойы жиналған тәжірибемді бөлсемін 14 сағаттың ішінде. Сол арқылы оларға мен бүкіл тәжірибемді бөліскеннен кейін, олар ұзақ мерзімде ақпараттарды іздеп, оларды қолданып отырмайды. Олар менің тәжірибем арқылы бірден табысқа шығуға мүмкіндігі болады. Сондықтан да сіздің өзіңіздің уақытыңыздың, мақсатыңыздың ұзақтығына қарай тегін немесе ақылы білім алсаңыз болады. Сіз білім алдыңыз, сіз білім алдыңыз эксперттен немесе жай ғана өзіңіз теория жүзінде тегін ақпараттарды үйреніп жүрсіз. Енді келесі қадам ол өзіңіздің алған біліміңізді қолдану керек практикада. Практикада қолдану үшін сізге бірінші кезде сіз тәжірибесіз маман болғандықтан сізге үлкен клиенттер, үлкен компаниялар бірден келмеуі мүмкін, және де сізге бірден жұмыс істеуге ұсыныс тастамауы мүмкін. Сол себептен де сіз алған біліміңізді қолданып көру үшін, тәжірибе жинау үшін, сіз өзіңізге тегін және де арзан проектілер алып көріңіз. Енді басталып келе жатқан бизнестерге арнап өзіңіздің услугаңызды ұсынып көріңіз. Тегін түрде, мысалы, 1 апта тегін, немесе 1 айдың көлемінде мынандай арзан соммаға мен сіздің
аккаунтыңызды жүргізіп беремін. Сол арқылы мен өзімнің алған білімімді практикада қолданып көргім келеді деген секілді ұсыныспен өзіңіздің алған біліміңізді қолдануыңыз керек. Кез келген алынған білім қолданылмаса, ол жарамсыз болып қалады. Сондықтан да алған біліміңізді бірден қолдануыңыз керек. Немесе өзіңіз, егер де сіз инфобизнеспен айналысқыңыз келсе, алған біліміңізді өзіңіздің қол астыңызға 2-3 SMM-нан хабары жоқ, таргеттен хабары жоқ адамдарды жинап, соларға өзіңіздің біліміңізді үйрету арқылы өзіңіздің практикаңызды жоғарылатасыз. Ал жалпы практиканы жоғарылату, аккаунттарды жүргізіп көру, өзіңіздің қызметіңізді ұсынып көрудің басты мақсаты қандай? Әрине, ол кейс жинау. Бұл уже келесі қадам болып кетеді. Кейс дегеніміз ол сіздің портфолиоңыз, яғни сіздің істеген ісіңіздің портфолиосы, жинақтамасы, қолыңызда не келеді, қандай қабілеттер бар, сол кейсте көрсетіледі барлығы. Кейсқа келген кезде көбісі дұрыс емес кейс жасағандықтан, дұрыс әрлемегендіктен де, немесе өзіңізді дұрыс сата алмағандықтан, көбісі фрилансқа келген кезде, немесе SMM-ға келген кезде клиент бірден табылмаса, немесе біраз уақыттар өткен кезде де табылмаса, осы фриланс ол өтірік, немесе жаңағы SMM менікі емес деген секілді қолын түсіріп кетіп қалуы мүмкін. Бірақ басты фокус негізі кейста болу керек. Кейсіңізді жақсылап жасап алыңыз, өзіңіздің Instagram аккаунтыңызға блог жүргізіңіз SMM ретінде, сол жаққа өзіңіздің кейсін жасап қойыңыз, бөлек тек қана клиенттерге арналған кейс жасаңыз, документ жинап. Ол дегеніміз сіздің тәжірибеңіз бар екен, сіздің қолыңыздан келетінін көрсететін үлкен көрсеткіш кейс дегеніміз. Сіздің кейсіңіз бар, сіздің портфолиоңыз бар, сіздің тәжірибеңіз бар. Енді тіпті сондай тәжірибелі мамандардың өзі кейде өзінің қызметін сата алмай жатады. Негізі бұл пункт өте үлкен болу керек. Неге? Өйткені сату ол бөлек бір сала, өзіңіздің қызметіңізді сата білу де ол үлкен өнер, бөлек үлкен сала. Оны әрине сіз тегін үйрене аласыз, немесе арнайы сату мамандары, эксперттері бар, үйрететін. Бірақ сату неге өте маңызды? Сіз мысалы клиентпен сұхбаттасуға барған кезде, немесе клиентпен созвон жасаған кезде, немесе видео созвон жасаған кезде, сіз өзіңізді сата білуіңіз керек. Өзіңіздің тәжірибеңізді, кейсіңізді, одан бөлек сіз адаммен, клиентпен дұрыс араласа білуіңіз керек. SMM-ді немесе осы фриланстағы бір нишаны тегін оқуға болады ма деген сұраққа тағы бір тоқталып кеткім келеді. Тегін оқуға болады, әрине. Тегін оқуға болады, үйреніп алуға болады, жарты жылдың ішінде, 3 айдың ішінде, 2 айдың ішінде. Ол дегенім жаңа мен айтқандай, сіздің уақытыңызға қарай. Сіз қанша уақыт арнауға дайынсыз осы салаға. Жалпы фриланстың қадамдары түсінікті болды деп ойлаймын. Фриланс дегеніміз не екені де түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы мен фриланс SMM жайлы толығырақ өзімнің Инстаграмымда ақпарат беретін боламын, сондықтан да тіркеліп кетіңіздер. Фриланстың ең үлкен минусы, көбісі фрилансқа мен рахаттанып бос уақытымды өткіземін деп шығуы мүмкін. Бірақ мен сіздерді осы жерде қалай айтсам болады, разочарую, неге? Өйткені фриланста демалыс жоқ. Фриланста сіз 24/7 жұмыс істеуіңіз мүмкін. Сондықтан да фриланста демалыс көп деген ойыңыз болатын болса, бұл олай емес. Әрине кей жағдайда болады, егер де сіз алдын ала посттарыңызды, алдын ала контент планның, стратегияның барлығын тізіп тастап, бір аптаның ішінде, солай 1 апта, 2 апта демалсаңыз болады. Бірақ көп жағдайда клиент, егер де сіздің клиентіңіз үнемі сізге звондап, мына дұрыс емес, мынаны түзейік, мынаны жасайық дейтін клиент болатын болса, әрине ол жаман емес. Онда сізде демалыс аз болады, немесе жоқ болады. Фриланстың ең үлкен плюсы әрине ол бостандық. Бостандық ол сіздің жаңағы орналасуыңызға байланысты, үйде болсын, кез келген жерде жұмыс жасай аласыз. Видео пайдалы болса, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видео сабақта кездескенше.